Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз BI аналитикалық модулін еске түсіріп, қайталап өтетін боламыз. Бұл жерде барлық функционалға жіті тоқталмай, жалпы шолу жасап, видеоны бір 10-15 минутқа сыйдыруға тырысатын болам. Бұл енді көріп тұрғандарыңыздай, модульдің басты беті, бұл жерде сіз әртүрлі сандарды, цифрларды, статистиканы жалпы көре аласыздар. Бұл жерде астына келетін болсақ, ең маңызды жерлеріне тоқталып өтейін. Ең назар аударатын жер бұл мына жерде сізде барлық цифрлар, яғни барлық статистика жоспарланған сома бойынша көрсетілген. Бұл егер сіз бір кез келген статистика шығарып рейтинг жасағыңыз келсе, бұл өте қате болып саналады. Бізге керегі бұл жерде жасалған шарттардың сомасы. Яғни біз сол үшін ең соңында тұрған бөлікті таңдаймыз. Осын таңдағаннан кейін бізде статистика жаңарады, яғни осы статистика бізде дұрыс болып есептеледі. Бұл жерде сіз 5 жылдағы мемлекеттік сатып алулардағы шарттардың сомасының динамикасын көре аласыздар, қалай өсіп жатыр, қалай түсіп жатыр деген сияқты. Және де мына жерде ең қызық бөлік, сіз осы жерде топ 20 тапсырыс беруші мен топ 20 мердігердің жасалған шарттардың сомасы бойынша рейтингін көре аласыз. Бұл рейтингті сіз өзіңізге ыңғайлы етіп өзгерте аласыз. Мысалы, бұл жерде яғни настройканың батырмасы бар. Сол жерде мысалы сізге топ 10 керек болса, немесе топ 100 керек болса, сіз өзіңізге керекті санды жаза аласыз. Бұл жерде модуль сізге осы топты жаңартып береді. Мысалы, сіз өзіңіздің аумақта, өңірде топ 10 тапсырыс беруші мен мердігерді анықтағыңыз келеді. Және де олардың жасаған шарттарын порталдан көріңіз келеді. Ол үшін осы жерде топты өзгертеміз алдымен. Және де мына жерде сүзгінің, яғни фильтрдің батырмасы бар. Соны басамыз да өзіміздің аумақты таңдаймыз. Ол үшін да география заказчик деген батырма бар. Соның ішінен біз өзімізге керекті аумақты таңдаймыз. Аумақты таңдадық. Мысал ретінде 2024 жылды алайық. Біздің әрбір таңдаған осы жерде выборка дейді орысша. Әрбір таңдалғанымыз үстіңгі жағында бекітіліп тұрады. Яғни осы жерде қандай статистика көрсетілгенін мына жерге қарап білуге болады. Бұл жерде бізде Батыс Қазақстан облысындағы 2024 жасалған шарттардың статистикасы шығып тұр. Топ 10 тапсырыс беруші мен мердігерді анықтадық. Енді олардың шартын порталдағы сілтемесін қалай қараймыз. Мысал ретінде тапсырыс берушілер бойынша қарайық. Бірінші орында тұрған бізде автомобиль жолдары басқармасы екен, біздің облыстың 83,4 миллиард теңгеге шарт жасаған екен. Осының үстінен басамыз, және де мына жерде тағы да бір бөлік ашылады, оның үстінен біз галочканы таңдаймыз. Осы галочканы таңдағаннан кейін, үстің жағында модульдің осындай 3 сызық бар. Соны басқанда бізде сол жағында тағы да осындай сүзгілер бөлігі ашылады. Оның ішінде бізге керегі аналитика және де детализация по договорам деген батырма. Егер сізде осылай көп ұзақ айналып тұратын болса, мына жерде жылды алып тастап, қайтадан таңдасақ, бұл тезірек ашылады. Бұл осындай модульдің баг, яғни багы деп айтсақ та болады. Бұл жерде біз детализация по договорам батырмасын басқаннан кейін, мына жерде жалпы шарттар туралы ақпарат, сомалары,
мемлекет сатып алудағы сілтемесі, оның қазіргі уақыттағы мәртебесі, яғни статус дейді. Ол қандай жолмен жасалды, бәсекелестік пе, бәсекелестік емес пе, және де жасалу тәсілін бізге көрсетеді. Ең маңыздысы бұл жерде сатып алу нысаны, яғни атауын бізге осы жерде көрсетіп береді. Не, қандай жұмыс, товар, қызмет түрін сатып алып жатқанын. Бұл жерде және де біз сомасы бойынша іріктеу жасай аламыз. Ең аздан жоғарына дейін, ең жоғарынан төменге дейін деген сияқты. Ең қымбат шарт бұл жерде 24,5 миллиард теңге екен. Оның порталдағы сілтемесін, яғни порталға өтуіміз үшін осы сілтемені басамыз. Яғни бұл мемлекеттік сілтемені басқаннан кейін мемлекет сатып алу порталына өткізеді тікелей. Және де бұл жерде біз детально аналитика жасай аламыз. Құжаттарын қараймыз, төлемдерін қарай аламыз, және де шарттағы жалпы ақпаратын біле аламыз, қанша уақытқа дейін, әр жылға қанша сома бөлінді, және де оның кепілдік мерзімі қандай, қанша уақыт, соның барлығын біз осы порталдан қарай аламыз. Біздің кез келген облыс бойынша осылай рейтинг шығарып, әрбір тапсырыс беруші мен әрбір мердігерді осылай аналитика бөлімінен детализация по договорам деген батырманы басып, осылай детально біз аналитика жасай аламыз. Мына жердегі батырманы басқаннан кейін бізде барлық осы таңдалымыз алынып тастайды, яғни выборка былайша айтқанда жаңарады. Біз өзімізге керекті батырманы басқанда, таңдауымызды жасағанда, осы жерде статистика әрдайым жаңарып тұрады. Жалпы модульде біз тағы не істей аламыз? Біз кез келген тапсырыс берушінің БСН номерін алып, соның шарттарын, ол тапсырыс беруші қандай мердігерлермен байланып жатыр, олар қандай тәсілдермен шарт жасап жатыр, олар шарттарының мәртебесі қандай, соның барлығын біз біле аламыз. Және де дәл солай кез келген мердігерді біз осылай аналитика жасай аламыз. Келесі біз әрбір аумақ бойынша да, өңір бойынша да дәл солай аналитика жасай аламыз. Мысалы, Батыс Қазақстан облысының жасалған шарттарын, олардың осы жерде көрсетілген жылдары бойынша іріктеп аналитика жасай аламыз. Және де бұл жерде облыс таңдағаннан кейін сол облыстың аудандары және қаласы бойынша да біз осылай зерттеп қарай аламыз. Тек қана қаланың ішінде қандай шарт жасалып жатыр, оның мәртебелері қандай, рейтингі қандай деген сияқты ақпаратты біз осы жерден біле аламыз. Мысалы, аудандарды алатын болсақ, сіздің ауданыңызда қандай нысандар салынып жатыр? Мысалы, ол әртүрлі нысан болуы мүмкін. Жол болсын, мектеп болсын, аурухана болсын, соның барлығын біз осы жерден көре аламыз. Мысалы, біз аудан таңдадық, белгілі бір ауданда, Батыс Қазақстан облысының ішінен. Жол осы, мысалы, 2024 жылы қандай нысандар салынып жатыр, оны білу үшін жылын таңдаймыз, және де осы аналитика бөлімінен детализация по договорам батырмасын басамыз. Осы батырманы басқаннан кейін біз алдымен шарттың сомасы бойынша іріктеу жасай аламыз, ең қымбатынан ең арзанға дейін. Сосын осы жанына апарып, астында жылжытқыш бар, осыны оң жаққа қарай жылжытқанда сатып алудың нысаны, яғни атауын бізге көрсетіп береді. Сосын мына жерде осындай поисктың батырмасы бар, іздеудің. Осы жерге атау бойынша іздеп, біз қандай нысандар салынып жатқанын көре аламыз. Мысалы, ремонт дороги десек, дороги деп іздесек, яғни салынып жатқан жолдарды көрсетеді. Немесе
егер жазған атауыңыз бойынша шықпаса, тек дорог деп жазсаңыз болады. Сонда бұл мекеме мысалы 2201 шарт жасаған, соның ішінен жолға қатысты шарттарын бізге осы іздеу бойынша шығара аламыз. Осылардың әрқайсының үстінен таңдап, галочканы басқаннан кейін тек қана сол дорог деген атауға тиісті, яғни сол атауға сәйкес шарттар бізге шығарылып тұрады. Ол атауды алып тастауым үшін мына жерде осындай X-тің батырмасы бар. Соны басамыз. Қайтадан шарттар орнына келеді. Дәл солай сіз кез келген атау бойынша осының ішінен іздей бересіз. Мектеп болсын, аурухана болсын, сол атауды салып, осы жерге іздеу жасайсыз. Немесе тауар, жұмыс, қызмет түрінің атауымен сіз осы фильтрдің ішінен де іздеу жасай аласыз. Бұл жалпы іздеу болып саналады. Мысалы 2024 жыл таңдайық. Қайтадан Батыс Қазақстан және де атау. Кез келген тауар, жұмыс, қызмет түрін салып іздей аласыз. Мысалы кресло болсын, смартфон болсын. Алдында мысалда көрсеткен елкаларды сіз қарай аласыздар жылдың соңында. Немесе оформление қандай қызықты шарттар жасалып жатыр, сол атау бойынша іздеп сіз іздеу жасап қызықты фактілерді тапсаңыздар болады. Мына жерде өздеріңіз көрсетіп тұр сразу бірден. Абрикос дейді, авокадо, әртүрлі автобус дейді. Осы жерде автомат оружие дейді. Маған да қызық болып тұр, не алып жатқан. Осы жерден әртүрлі іздеулер салып, қызықты фактілер тауып болады. Мысалы, автоматты қарап қойып, кім автомат алып жүр. Учебный автомат екен. Мектептерге шығар ол. Дәл осылай кез келген тауар, жұмыс, қызмет түрінің атауымен іздеу жасай аласыздар.